Қайырлы күн баршаңызға. Мені бірнеше уақыт мазалап жүрген бір сұрақ бар еді. Яғни адамдар әртүрлі, олардың қабілеті де әртүрлі. Сондықтан да мына көбіне айтып жатамыз, адамның өсіп-өнуі, ойлау қабілеті, жалпы өмірдегі тәжірибесі көбінесе ата-анадан дейміз, ген дейміз, яғни арғы аталарынан, немесе көбінесе енді геннен, адамның тұқым қуалаушылық қасиеттерінен деп осылай ойда жүреміз. Тағы да осы бүгін кітап алып оқып отырсам, өз ойымды тағы да бір қорытындылағым келіп отыр. Себебі баланың, мысалы, бәріміз бала болып өстік, иә, оның яғни көбіне әсер ететіні ортасы екен. Яғни мына IQ тест ойлап тапқан ғалымның өзі, Альфред Бини, осы ойды яғни құптайды екен. Көбіне ойлаймыз, мына IQ тесті балалардың яғни гендік ойлау қабілетіне табылған шығар деп. Жоқ, олай емес екен. Яғни сол кезде балалардың оқу қабілеті төмендеп кеткенде осы тестті шығаруға мәжбүр болған екен. Бірақ ол дегенмен де мына өскен ортасы, көрген білгені, тәжірибесі, осы оқу тоқуындағы әртүрлі қасиеттері, айырмашылықтары көбінесе тіпті осы IQ тесті де анықталады екен. Соны мына бүгін кітапты ашып қалсам, осы мен бұрыннан алаңдап жүрген, ойлап жүрген сұрағым бар еді. Қарама-қайшы тоже менде де осылай ойлап жүредім. Жалпы адамның дамуы, көбінесе бала кезден дамуы қайдан ол дейтін, тұқым қуалаушылыққа көп жата ма екен, әлде жалпы өскен ортасы, жаңағы көрген білген тәжірибесіне көп жаңағы бөліне ме екен деп, яғни қасиеттері, дамуы әсер ете ме екен деген сияқты. Және сонымен қоса мықты атақты нейробиологтың, яғни Гилберт Готлибтің айтуы бойынша да осы генімізбен қоршаған ортамыздың арасында үлкен өсу процесі бар. Яғни сіздің мына дамуындағы жалпы білім жолында болсын, тәрбие жолында болсын, адами құндылықтарында көбінесе мына әсер ететіні көбіне мына орта екен. Және бағып отырған ата-анасы, яғни ол биологиялық ата-анасы да болуы мүмкін емес. Мысалы, біздер айтамыз, баланы әке-шешесі ерте қайтыс болса өмірден, немесе баланы асырап алу деген сияқты, иә, асырап алушы отбасылар, немесе мына қорғаншылықта, қамқоршылықта қалған отбасыларда ағайын туыс болсын, басқа да балаларды асырап алғанда көбінесе оның, яғни бала өсіп жетілгенде, үлкен жігіт, үлкен қыз болғанда, яғни көбінесе енді 70%, 65% деп айтуға болатын сияқты. Себебі оның жаңа берген екінші ата-анасы дейді, биологиялық ата-анасы болмаса да, сол кісіге, сол тәрбиелеген адамға көбірек жаңағы ұқсап келеді. Сөйлеген мәнері, іс-қимылдары, іс-әрекеттері, жалпы ойлауы, енді былай қарағанда ген деп айтамыз, ген бойынша да тұқым қуалаушылықтар болар. Мына көбінесе бірақ дейтін мына ортаға байланысты екен. Баланың дамуы әрі қарай ойлау қабілетінің жоғары деңгейде болу үшін, мысалы, биологиялық емес ата-аналары тәрбиелесе өте мықты тұлғалар шығады екен. Тіпті егер ол кісінің, мысалы, дейтін теріс қылықтары болса да, ол жаңағы асырап алған, жаңа тәрбие берген балаға көп әсер етеді екен. Ол кісі де соны, яғни былай алғанда, қазақша алғанда жұқтырады дейміз ғой, сол сияқты. Мен де осы сұрақ бойынша көп ойланып жүрдім. Қалай екен, қандай кітаптардан алсам екен, кімдер осыған дәлел болған екен деп. Бүгін міне отырып қарасам, өте жақсы кітап қолыма тиді. Соған да мен жалпы зерттеу бойынша да, ғалымдардың зерттеу бойынша да көз жеткізіп отырмын. Сондықтан да сіздердің де осы ойыңыздарыңыз болса, қалай ойлайсыздар? Жалпы көбіне мына 65% деп айтайық, 70 болмаса да 65% баланың қоршаған ортасы, тәрбиесі, тіпті биологиялық ата-анасы болмаса да, жалпы сол адамның
бойындағы қасиеттерін, қадір қасиеттерін, жаман жағы болсын, жақсы жағы болсын, барлығын өзіне яғни магнит сияқты тартып алатынына күмән келтіресіз бе?